Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма жазылып алуды ұмытпаңыздар, себебі керемет жаңа әдіс тәсілдер, керемет жаңа платформалар болады. Сол себептен де жоғалтып алмас үшін, жаңалықтардан қалып қалмас үшін каналыма подписка жасап, әріптестеріңізбен бөлісіп отырыңыздар, міндетті түрде кері байланыс беріп отырыңыздар. Бүгін сіздерге Listen Up платформасының про версиясындағы керемет жаңа әдіс тәсілдерді ұсынуды, түсіндіруді жалғастыратын боламын. Өткен видеода біз сіздермен мозговой штурм мен увеличение масштаба, масштабты үлкейту деген тақырыптағы әдіс тәсілді қарастырған болатынбыз әдісті, иә. Бүгін интерактивті суреттер, интерактивное изображение деген әдіс тәсілді қарастыратын боламыз. Бұл жерде Listen Up платформасының тағы бір мүмкіндігін қарауға білуге болады. Ол үшін біз жалпы түсініктемемен танысып алайық. Әдеттегідей, біз өзімізге түсінікті болу үшін тілімізді қазақ тіліне аударып алайық. Бізде ақпаратымыз бірден қазақ тіліне аударылып тұрсын, түсінікті болу үшін. Енді тақырыпқа қарамастан суреттерге қарау керемет. Тартымды сурет оқушылардың назарын аударып, мазмұнды пікірталасқа жетелейді. Яғни жай ғана мәтіннен гөрі, құрғақ мәтіннен гөрі сурет визуалды түрде ақпаратты ұсыну әрқашанда тартымды. Бұл статистика арқылы да дәлелденген. Тартымды сурет, яғни оқушылардың назарын өзіне аударады. Сонымен қатар суретке қарап отырып біраз ақпаратты білуге болады. Сондықтан болар сіз өз сыныптарыңызды әдемі плакаттармен безендірдіңіздер деп бізде кіріспеде осындай бір ақпарат берілген екен. Шынымен де сыныптарымызда плакаттар, сондай бір визуалды материалдар өте көп. Әсіресе қазіргі таңда түрлі көрнекіліктерді де пайдаланамыз, әсіресе интернет болмай қалған жағдайда осындай интерактивті платформаларды қолданып, соның үстін бір сабақ барысында тағы да бір қызықтырақ қылатын жағдайларда біз көбінесе осындай түрлі инфографика форматындағы ақпараттық графиканы суреттерді қолданамыз. Hotspot мүмкіндіктерімен, яғни Hotspot деген арнайы мүмкіндік бар Listen Up платформасында. Listen Up бағдарламасында суретке қосымша ақпараттарды қосуға болады. Бұл ақпараттық және интерактивті көрнекі құралдар жасауға мүмкіндік береді. Нұсқаулықтар, яғни бұл не? Оны қалай қолданамыз, қалай жейміз бұл дүниені? Ыстық нүктелері бар интерактивті көрнекі құралдардың бірнеше артықшылығы бар. Кескінді мәтіннің үлкен бөлігімен жаппастан, салыстырмалы түрде үлкен көлемдегі ақпараттарды беруге болады. Яғни, біз суретті үлкен көлемде беремізді, мәтіндерді кішірейтіп, осындай Hotspot деген осындай ыстық батырмалар деп айтуға болады. Осы ыстық батырмалардың ішіне ақпараттарды тығып қоямыз, жасырып қоямыз, және де батырма арқылы, тышқан арқылы сол батырмаға әкелген кезде біздің ыстық ақпараттарымыз үлкейіп көрінетін болады. Және де осылай біз визуалды түрде ақпараттарды жеңіл беретін боламыз балаларға. Сонымен қатар оқушы материалдарды өз қарқынымен, өз тәсілімен, өзінің темпімен қабылдай алады. Бұл тиімді саралауға мүмкіндік береді. Кейбір жағдайларда сіз кітаптағы ақпараттардың бірдей көлемін ыстық нүктелерге қоса аласыз. Дегенмен, ол басқаша ұсынылғандықтан әсер әлдеқайда көп. Бұл әсіресе кітаптағы мәтінді тығыз деп қабылдайтын студенттер үшін өте тиімді. Және бұл студенттер міндетті түрде дислекцияға ұшырамауы керек. Яғни, мысалы, көп осындай ақпарат тұрған кезде мынаның барын оқу керек, не деп жазылып тұр деп адамға бірден сондай бір кері әсер тигізуі мүмкін. Мынада визуалды түрде болатын болса, мінекей, бірінші слайдымызды қарайық, екінші слайдымызды қарайық, осындай ыстық батырмалар арқылы көруге болады. Біздің күн жүйеміз. Планеталар туралы көбірек білу үшін ыстық нүктелерді басыңыз. Мінекей,
ыстық нүктелерді бассақ, міне Венера күнге қарай екінші қатарда, күннен 108 миллион километрден сәл ғана қашықтықта орналасқан деген ақпаратты біз бірден осылай жауып қоймай, осындай ыстық батырманың ішіне салып жасырып әдемі түрде ұсына аламыз. Мысалы жер туралы, иә, жер үштен екісі жердің судан және үштен бір бөлігі құрлықтан құралады. Біздің білуімізше бұл өмір болуы мүмкін жалғыз ғана планета деп осылай керемет күйде ақпаратты тым тығыз ғып ұсынбай, осы түрде әдемі түрде компактны, жеңіл, қабылдауға өте жеңіл ғып ұсынуға болады, иә. Былай түрде тұрған кезде ақпарат сондай бір қарағанда да қарауға өте жеңіл, иә. Егер де мысалы үшін мына батырмалардың жанында көп жазулар тұрса, әрқайсысына оқып сіз ойыңыз шашыраңқы, баланың ойы шашыраңқы болып кетер еді, иә. Мына жерде барлығы жинақы, осындай ыстық батырмалар арқылы осылай ақпаратты жинақы түрде жеңіл беруге болады екен. Мысалы, мынандай үлгіде де көрсетілген. Осындай да ыстық батырмалар қоюға болады екен, иә. 4 жылдың ішінде траншеялардың арасы мүлде өзгерді, ол ешкімге тыйым салынған жерге айналды. Мысалы, мына жерде окоптарды күзетуден ең маңызды міндеттердің бірі болды. Күзет кезінде ұйықтап қалғандар үшін өте ауыр жазалар болды дейді. Осындай ақпараттарды осындай батырмалардың ішіне салып қойған екен. Батырмалардың қарасаңыздар, иконкалары, белгілері, суреттері әртүрлі екен, иә. Мысалы, мына жақта жаңағындай жұлдызша түрде болды, мына жерде көз түрінде болса, келесі жерде мынандай хабарлама түріндегі автобус, қоғамдық көлік. Сонымен қатар ыстық батырмада мынандай дыбыстық белгі тұр. Басып көрейік. Бас деп, яғни ағылшын тілінде автобустың дыбысталуы көрсетілген. Traffic light деп, мысалы, бағдаршамның ағылшын тіліндегі айтылуы. Такси үшін жолақ төлейсіз дейді. Жаяу жүргінші, соның айтылуы. Велосипед жолы, сайкл, яғни велосипед, иә, велосипедпен жүру деген сияқты. Осылай да көрсетуге болады екен. Менің ойымша өте керемет, мысалы, әсіресе мына ағылшын тілі пәндерінде қолдануға болады. Өте керемет таптырмайтын құрал. Мысалы, киімдерге қатысты. Мысалы, мынау француз тілінде айтылып жатыр, иә. Le джинна, джинсы да осылай айтылады екен. Сол сияқты мінекей. T-shirt. Ағылшынша t-shirt дейміз ғой. Мынау француз тілінен аударылған болу керек. Мінекей осы түрде осындай ыстық батырмаларды пайдалана аласыздар. Бұлар біздің Lesson Up платформасындағы бар мүмкіндіктер арқылы сіздер осындай керемет интерактивті суреттер деген техниканы қолдана аласыздар. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Міндетті түрде подписация батырмасын басып, мені қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.